Қалай ашық сабақты QR-код арқылы қызықты бастауға болады? Ең әуелі Google-ға QR-код деп жазамыз. Алғашқы шығып тұрған міне генератор QR-кодовты басамыз және осы жерге сілтемесін қоямыз. Мен мысал ретінде YouTube-тағы әнұранымыздың сілтемесін алдым. Себебі мен ашық сабақты мысал ретінде Қазақстан Республикасының әнұраны немесе менің Қазақстаным деген тақырыпты алып жатырмын. Міне осында вставить етеміз және мына жерде сандарды көріп тұрсыздар. Мен 6 цифрын таңдадым. Онда QR-кодтың суреті өте үлкен болып көрінеді. Енді осыны скриндап аламыз. Оны жасау өте әрине оңай. Телефон арқылы ешқандай компьютерсіз осылай жасаймыз. Мен мінекей ашық сабақты егер біз презентация арқылы бастайтын болсақ, ең алғашқы бетіне дәл осылай бағанаға жасаған QR-кодымызды орналастырамыз. Бұл QR-кодқа тек қана YouTube-тағы видеоларды ғана емес, басқа да Google-дағы сілтемелерді қоюға болады. Мәселен, біз Қазақстан тақырыбына болғасын әнұранмен бастап жатырмыз. Ол патриоттық сезімді ояту мақсатында. Ал одан бөлек біз бүгінгі сабаққа тілейтін тілектерімізді видеоролик ретінде жасап, оны жүктеу арқылы штрих-кодқа осылай QR-кодқа салуға болады. Немесе мотивациялық сөз, немесе әдемі тілек жазып қойсаңыз, немесе ой шақыру әдісіне байланысты тақырыпты жасырып қойсаңыз болады. Тақырып бұл жерде мәселен менің елім Қазақстан деп тұрса, оны қоймай, қалай ойлайсыңдар, бүгінгі тақырыбымыз не деп бұл QR-кодты қою барысында балалар өздері телефондарымен ойлану арқылы тауып шешіп көреді. Міне біздің слайдымыздың алғашқы бетінде тұрған QR-кодты сіздерге тексеріп көру үшін басып жатырмын үстінен. Ал оны камера арқылы қосуға да болады. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Міне осылай қосылып тұр. Осындай қысқа да қызықты идеялар мен әдіс тәсілдер және басқа да видеолар қажет болса арнама тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.